Армысыздар ардақты ағайын, Сарыарқа телеарнасының тікелей эфирінде Арқа лайф хабары өздеріңізбен әдеттегідей сәрсенбінің сәтінде қауышып отырмыз. Сыбайлас жемқорлық ел экономикасының көтерілуіне кедергі келтіретін қоғамның ең басты қауіп қатерлерінің бірі. Бүгінгі тақырып сыбайлас жемқорлыққа арналады. Яғни осы бағытқа жыл сайын мемлекет тарапынан түрлі жобалар, түрлі жүйе тәжірибелер қолданып келе жатыр. Оның жемісі қандай, біздің өңірдегі ахуал қандай, осы сынды сан сауалдарға жауап іздеп көреміз. Тақырыпқа қатысты қояр сауал, қосар ойларыңыз болса 41 11 30 41 27 12 тікелей эфирдің нөмірлері, хабарласыңыздар. Ендеше сіздермен біздердің сауалдарға жауап берер студия меймандарымен таныс болыңыздар. Бүгін бізде Руслан Тоқатов, Евней Бөкетов атындағы Қарағанды университетінің аға оқытушысы және антикор ақпараттық ағарту штабының мүшесі. Және де әкім Сақтап берген облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл департаментінің бас маманы. Студиямызға қош келдіңіздер. Тақырыпты таныстырып өттік. Өздеріңізге белгілі 1 қыркүйек күні ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев халыққа өз жолдауын жеткізген болатын. Ол жолдаудың ішінде осы сыбайлас жемқорлық, оның ішінде тұрмыстық жемқорлық жайлы да атап айтып, тілге тиек еткен болатын. Жолдауға үндеу қоса отырайық ендеше. Бұл тақырып енді осыған дейінгі жолдауларда айтылып келе жатқан тақырып қой. Жақсы, көп-көп рахмет. Армысыздар кеш жарық, құрметті көрермен. Өте сөзіңізді дөп айтып кеттіңіз. Шынымен күн тәртібінде тұрғандықтан жыл сайынғы жолдауда жемқорлық мәселесіне арнайы бөлім беріліп, осы мәселе айтылып кетеді. Биыл да тыс қалмай осы жемқорлыққа қатысты мемлекет басшысы арнайы стратегиялық құжат тапсырып, және де осы жемқорлық, оның ішінде тұрмыстық жемқорлықты түбегейлі жою мәселесін тапсырған болатын. Енді кезекте жалпы осы тұрмыстық жемқорлық деген дүниенің өзін қайдан шығу, түп төркін деген сияқты сұрақ туындаған кезде, тұрмыстық жемқорлық бұл осы өміріміздегі күнделікті уақытта кездесетін жемқорлықтың көріністері. Кез келген салада, білім беру саласы, денсаулық саласы, құқық қорғау органдарында, басқа да салалардың барлығында кездесетін дүние. Бұлай қарапайым тілмен айтқанда, сыйлық беру, сыйлық алу, немесе бір қызметті, бір жалпы бір мәселені шешуде кішігірім берілетін, ұсынылатын сондай бір жемқорлықтың көрінісі болып табылады. Енді осы орайда департамент бірқатар жұмыстарды атқаруда. Жолдауға дейін де айтылғандықтан басталып кеткен ең әрі бір жобаны айта кететін болсақ, ол Сарыарқа Далдық алаңы жобасы. Негізгі басты бағыты мен бағдарын осы тұрмыстық жемқорлықтың алдын алу деп көздеген болатын. Және де осы орайда бірқатар жұмыстар атқарылуда. Былай қарап отырсаңыздар, қазіргі таңда диплом сатып алу, немесе басқа да құжаттарды сатып алу, медициналық анықтамаларды сатып алу деген сияқты нәрселерді көп ести қоймаймыз. Оның себебі осы Сарыарқа Далдық алаңының нәтижелі жұмысы, яғни ақырындап болса да бұл мәселе жойылып келе жатыр. Соның бір жемісі деп айтуға болады. Осы тараптан, осы қарқында жұмыс жалғаса берсе, тұрмыстық жемқорлық деген дүниені мүлдем жоюға болады. Мынау қызмет алу барысында арнайы мамандандырылған қызмет көрсету орталығы дейміз, спецсондарда. Білесіздер, бір жылда бұрын өте көп фактілер кездесетін. Қазіргі таңда осы цифрландыру саясаты өте қарқынды жүзеге асырылып, адам мен адамның, қызмет алушы мен қызмет берушінің арасындағы қарым-қатынас, байланыс едәуір төмендеп, былайша айтқанда жоғалып десек те болады. Барлық цифрлы түрде көшуінің өзі бұл тұрмыстық жемқорлықтың алдын алу болып табылады. Жақсы. Енді жаңа көрсеткіштерге кішкене статистикаға көз жүгіртіп өтсек, мемлекеттік қызметтегі жемқорлық, пара беру көрсеткіштері қандай? Жалпы әлде болса қай салада пара беру көрсеткіштері, жаңағы жемқорлық, сыбайлас жемқорлық қарқын алып тұр деп айтуға болады? Енді осы құзыретті органның маманы болғандықтан өзім жауап бере кетейін. Бұл жерде осы сөз барысында айтылады, әрдайым айтылып жүреді. Өкінішке орай осы тұрғын үй коммуналдық шаруашылық саласы көш бастап тұр. Енді білесіздер, өте ауқымды сала. Мынау үй алу, үй беру, кезекке тұру, кезектен жылжу мәселесіне келгенде өте көп фактілер орын алып отыр. 19 іс тіркелген болатын. Тіпті жолдаудың өзінде де мемлекет басшысы осы мәселені қозғап өтті. Өздеріне қажет емес, яғни бірқатар үйі бар, немесе байсам деген тағы да бір ниетпен ала беретін азаматтар есесіне үй қажет, нағыз тұрмысы төмен кісілердің үйсіз қалуына түрткі болып отыр. Міне осының өзі мемлекет басшысының жолдауындағы айқын дәлел болып отыр. Қазіргі өкінішке орай антикөшбасшы деп те атасақ болады. Осы тұрғын үй,
тұрмыстық шаруашылық үй кезегіне тұру, ол жүйе әлі де болса цифрландырылмаған ма сонда, әлде? Цифрландыру, осы тараптан цифрландыру мәселесі және де ашықтық мәселесі жүзеге асырылуда, және де осы салаға қатысты мынау осы облыстағы сенім 109 ақпараттық мысалы байланыс нөміріне хабарласып деген сияқты, агенттіктің кол орталығы 1424 нөміріне хабарласып деген сияқты хабарландыруларды жеткізуге болады. Бұл жұмыстар бойынша да қарқынды түрде жаңағы айтып кеткен Сарыарқа адалдық алаңы жобасы да бірқатар жұмыстар атқарды. Арнайы сауалнамалар жүргізіліп, арнайы тексеріс мәселелерін, тексеріс рейдтерін жүргізу шараларына қатысты дүниелерді өткізген болатын. Бірқатар сол фактілер анықталып отыр енді, өкінішке орай. Әлі де осы тараптан осы бағытта жұмыс жалғастырылады. Көш басында осы жаңа тұрғын үй кезегіне тұру, үй алу мәселесі, одан бөлек тағы да атап өтетін салалар бар ма? Ауқымды сала енді, одан бөлек атап өтетін сала болса, өкінішке орай білім саласы. Білім саласында да бірқатар дүниелер, жалпы жұмысқа орналасу, жұмысқа алу деген сияқты кезекте. Енді осы жер қатынастарын айтуға болады, яғни жер бөлу, жер телімдері деген сияқты құрылыс саласын атап өтуге болады. Осы үйді өткізу актілерін тапсыру кезіндегі демесе, осы құжаттарға сәйкес келмейтін объектілерді тапсыру барысындағы жалпы осы кезектен тыс шамадан осы құжаттарға қол қою мәселесінде орын алған фактілер. Енді былайша айтқанда, қазіргі карантиндік кездің өзі де көп нәрсені солай түбегейлі өзгертіп отыр енді, өкінішке орай. Сол салаларға қатысты, сол салалармен түбегейлі жұмыс болғандықтан сондай дүние орын алып отыр. Жақсы, жаңа білім саласын айтып өттіңіз, президент жолдауында білім саласы да өте көлемді тақырып, көлемді орын алды. Оның ішінде өткен жылғы жолдауында ел президенті жалпы дипломдарды оңды солды үлестірумен айналысатын білім мекемелерін жабуды тапсырған болатынмын дейді. Білім беруді табысты бизнеске айналдырған ықпалды адамдардың қарсылығынан бұл жұмыс баяу жүруде. Бірақ проблеманы шешу керек. Бұл мәселені премьер-министрге тікелей тапсырды. Біздегі ахуал қандай облыста? Жаңа енді ең негізгі жемқорлыққа жол беріп отырған салалардың бірі ол бізде ғана емес, жалпы мемлекетте осындай орын алып отыр, шыны керек. Енді армысыздар қадірменді осы Сарыарқа телекөрермендері. Бүгінгі мысалы үшін талқыланып отырған мәселе аса маңызды, күрделі мәселелердің бірі болып есептеледі. Өйткені қазіргі кездегі мынау сыбайлас жемқорлық мәселесі нақтылап қарастыратын болсақ, бұл жалғыз Қазақстанның ғана емес, дүние жүзінің алаңдатушылық білдіріп отырған үлкен мәселелердің бірегейі болып есептеледі. Мәселен, мысалы бірнеше деректерге ерекше зейін салу керек. Ең бірінші, мысалы біз жаңағы сыбайлас жемқорлық қылмысына қарсы күрес мәселесін зерделеу барысында, оны тек қана бір жақты нақты қылмыс, құқық бұзушылық саласы ғана ретінде зерттеу емес, бұл жерде нақты бұл саланы зерттеу барысында біз кешенді түрде экономиканың базисін қалыптастыратын әртүрлі салалардың барлығын терең зерттеумен айналысуымыз керек. Яғни осының ішіндегі сол салалардың бірі болып, бұл негізінен жаңағы білім саласы болып есептеледі. Енді білім саласына көңіл бөлетін болсақ, мынау кеңес үкіметі кезінде бізде Қазақстанның аумағында орташа есеппен 55-ке жуық жоғарғы оқу орындары болған екен. Кейін кеңес үкіметі құлағаннан кейін бізде экономикамызға нарықтық экономика кірді де, жекешелендіру, сол сияқты басқа да жаңағы көптеген салаларға жеңілдік беріліп, мысалы жаңбырдан кейін өскен саңырауқұлақ сияқты бізде мысалы үшін Қазақстанның көлемінде жоғарғы оқу орындарының саны өте көп дәрежеге дейін өсіп кетті. Бұлардың саны 180-нен асып кеткен болатын. Яғни кеңес үкіметіндегі 55 пенен одан кейінгі 180-нің арасын былай алып қарасаңыз, енді жер мен көктей. Енді бұл жерде мысалы үшін айта кететін мәселе не нәрсе? Біз бәріміз мынандай затты жақсы түсінуіміз керек. Егерде біз мемлекетіміздің болашағын нақты жаңағы дамыту үшін, мемлекетіміздің болашағының жақсы көрінісіне көзіміз жету үшін, бірінші мәселе өзі мемлекетті мемлекет ететін бірнеше бағыт бар. Бірінші бағыт бұл елдегі білім мәселесі. Яғни біздегі қоғам сауатты білімді болу керек. Екінші бір күрделі мәселе бұл денсаулық сақтау мәселесі болып есептеледі. Бұл екеуі негізінен осы мемлекеттің базасы болып қалыптасады. Енді осының ішіндегі егерде біз мысалы осы білім беру саласына бекітілетін негізгі талаптарды орындауды мысалы үшін шетке шығарып отыратын болсақ, немесе білім беру саласын белгілі бір бизнес көзіне айналдыратын болсақ, біз ол жерден қандай пайда көреміз? Мысалы дүниежүзінің жаңағы зерттеулерін алып қарап отыратын болсақ, мәселен бірнеше салаға ақша салатын болсақ, инвестиция, мысалы үшін жаңағы мұнай саласына салайық, белгілі бір өндіріс саласына салайық, мысалы үшін жаңағы
ойын сауықтарына салайық және білім саласына салатын болсақ, бұл жерде білім саласына салынған ақша қаражаты, мысалы жаңағы мұнай немесе басқа да пайдалы қазбаларды өндіру саласынан көрі бірнеше жылдам қайтатын сала болып есептеледі. Яғни мысалы үшін жаңағы мұнай саласына салынған инвестиция өзінің қайту шегін бір 5 жыл, 4 жыл сондай көлемді ұстайтын болса, ал білім саласына салынған ақ қаражат бірден қайтады. Саласын келесі жылы уже бірнеше есе болып қайта бастайды. Содан біз мысалы үшін жаңағы бұл білім саласын тікелей бизнес саласына айналдырмай, жаңағы президенттің өзінің айтып отырған жағдайы нақты ол қоғамның болашағына үлкен бір келелі септігін тигізетін салаға айналдыруымыз керек дейді. Соған байланысты енді мысалы үшін сол жылдардан бері бізде қазіргі кезде мысалы 180-нен білім жоғарғы оқу орындарының саны азайып келе жатыр. Биылдың өзінде мысалы мынау соңғы статистикалық көрсеткіштерді алып қарап отырған кезде қазіргі таңда бізде Қазақстанда 129 жоғарғы оқу орны бар екен. Оның ішінде 33-і жаңағы мемлекеттің қатысуымен ұйымдастырылған жоғарғы оқу орындар, 94-і бұл коммерциялық, яғни жеке белгілі бір тұлғаларға тиесілі жоғарғы оқу орындар, және 4-еуі бұл жерде мысалы үшін шетелдік субъектілерге тиесілі жоғарғы оқу орындар болып есептеледі. Мысалы, халықаралық тәжірибені алып зерделейтін болсақ, мәселен, кейбір мемлекеттерде жоғарғы оқу орындарында оқу тегін. Мысалы үшін Францияны алып қараңыз, мысалы үшін жаңағы Германияны алып қараңыз, бұларда оқу тегін, оқитын адам бараттағы оқиды, бірақ ол жерде мысалы үшін жаңағы оқудан шығару процесі, оқудағы жаңағы әділдік, сондай мәселелер өте қатал жоғары дәрежеде қойылады. Бізде мысалы үшін мынандай бір тенденция бар, егер де жаңағы жоғарғы оқу орны ақылы болатын болса, олардағы түскен балаларды оқудан шығару оларға тиімсіз. Өйткені одан жаңағы ешқандай пайда түспейді. Олар әйтеуір төменгі баға қойса да, бірдеме қылдырып әйтеуір өткізу мәселесі деген сияқты заттардың да орын алатын ол аз емес. Одан кейін екінші бір мәселе бұл коммерциялық тұрғыда қалыптасатын білім жүйесі. Мысалы үшін әлемдегі ең керемет озық вуздарды алып қарайтын болсаңыздар, мысалы үшін жаңағы Гарвард, Стэнфордтық, мысалы үшін Сорбоннаны, басқа да нелерді алып қараған кезде бұларда мысалы үшін оқу ақысы өте қымбат. Яғни мысалы үшін бұларда бет алды адам оқуға түспейді, оқуға түскен адам саналы түрде келеді, қаншама қыруар қаражатты төлейді. Сосын олар ол оқуды бітіргеннен кейін жаңағы білімді беріп отырған оқу ордасы оларға кепілдік береді. Мен оқып біткеннен кейін мысалы үшін жаңағы жылына $100,000 ақша табасың деген сияқты. Сөйтеді дағы олар сондай кепілдікпен келіп оқыған соң, соответственно, оларда жаңағы түпкі нәтижеде дұрыс үлкен үйлесімдікке келеді. Сондықтан біздің жаңағы президентіміздің жолдауында айтылып отырған үлкен күрделі мәселенің бірі бізге қазір уже санға емес сапаға жұмыс істеу мәселесі бірінші орынға қойылу керек. Егер де бізде сапа мәселесі нашарлайтын болса, онда бізде бүкіл сала нашарлайды. Мысалы, өзі өмірдегі ең жаңағы жауапкершілігі үлкен жұмыстың бірі, мысалы үшін жаңағы денсаулық сақтау саласының мамандарының жұмыстары. Мысалы үшін өмірдегі ең жауапкершілігі көп жұмыс, мысалы үшін бұл заңгерлердің жұмыстары, мысалы үшін соттың жұмысы. Бірақ енді бұлардан да үлкен жауапкершілік негізі ол ұстаздың, мұғалімнің жұмысы. Егер де мысалы үшін жоғары оқу орнының мұғалімі білім беру барысында өзінің оқытушыларын, жаңағы мамандарын дұрыс даярламайтын болса, оның түптеп келген кезде бізде мысалы үшін дені дұрыс дәрігер де болмайды. Оған мысалы алысқа барып қажет жоқ. Мысалы былтырғы 2020 жылдың өзінде үлкен жаңағы індет келген кезде мысалы үшін біз қалай тығырыққа тығылып қалдық. Мысалы үшін медицина саласы бізде өзінің жаңағы әлсіз жақтарымен көрініске түсіп қалды. Бізде мысалы үшін сондай көптеген проблемалардың жаңағы орын алуына байланысты мысалы үшін біз өзіміздің білім саламыздағы болып жатқан қаншама мысалы үшін жаңағы кемшіліктерді анықтадық. Соған байланысты енді президенттің бұл жерде назар аударып отырған мәселесінің бірі жаңағы жоғарыда айтылған сан емес сапа мәселесіне көшу арқылы біздегі болашақты дамытуға үлкен үлес қосатын жағдайдың бірі біздің жастарымыздың болашақта білімді болуына үлкен сондай бір септігін тигізетін осы білім жүйесін қалыптастыру. Бұл жерде жалғыз жүйе ғана емес, сонымен қатар білімнің мазмұны да үлкен бір трансформацияға ұшырауы тиіс. Өйткені қазіргі кезде бізде заман өте қатты дамып келуде. Мысалы үшін осындай өзіндік ерекшеліктер бар деп айтуға болады. Жақсы түсінікті. Енді бәсекеге қабілетті ұрпақты тәрбиелеп шығару, былайша айтқанда білімді ұрпақ тәрбиелеу. А бізде облыстағы ахуал қалай қазір? Қазіргі кезде осы бағыт бойынша жасалған жұмыстарға
тоқталып өтсек. Енді қазіргі кезде мысалы үшін Қарағанды облысы бойынша алып қарастыратын болсақ, бізде мынау біздегі негізгі өзі іргелі жоғарғы оқу орындарын алып қарастыратын болсақ, мысалы Қарағанды университетін алып қарастырайық, жаңағы одан кейін мынау политехникалық немесе жаңағы медицина саласындағы вуздардың өздерін алып қарастыратын болсақ, бізде ең алдыменен мысалы үшін мемлекет бұл жерде бұл вуздарға белгілі бір көмек ретінде бір қадам жасап отыр. Яғни бұрынғы кезде мысалы үшін мынау шетелдік тәжірибені алып қарастыратын болсақ, шетелдерде мысалы вуздар олар тәжірибеменен тығыз байланысты өзінің мамандарын білікті түрде оқытып шығады. Яғни былайша айтқан кезде жаңағы тәжірибелі білім береді. Соған байланысты мысалы үшін мемлекет тұрғыдағы біздің вуздарға не істеп отыр? Қазіргі кезде мүмкіндік беріп отыр. Қандай мүмкіндік беріп отыр? Мысалы бұрынғы кезде бізде Қарағанды мемлекеттік университеті болса, бізде мемлекеттік деген сөз алынды. Сосын мысалы жаңағы шаруашылық жүргізу және оралым басқару деген түсініктер бар. Соған байланысты жаңағы оралым басқару түсінігінен шаруашылық жүргізу түсінігіне енгізу арқылы осы вуздардың өздеріне уже коммерциализациялау саясатын жүргізу арқылы вуздардың өздеріне жаңағы студенттерді тәжірибеге ұсынып, солардың жаңағы ғылымдарының жаңағы белгілі бір пайда табу мақсатына сәйкес жаңағы беріп отырған білімдерін практикамен ұштастыру мәселелеріне үлкен ықпалын тигізіп отыр. Енді бұл жерде мысалы үшін сыбайлас жемқорлық мәселесінің ішінде біз көбінесе не нәрсеге зейін салуымыз керек. Мысалы көбінесе бізде жаңағы оқуға түсу мәселесінің барысында, немесе жаңағы оқуды аяқтау барысында, немесе белгілі бір сессия жабу барысында деген сияқты сондай үлкен бір жаңағындай қауырт сондай диплом алу мәселесіне байланысты үлкен сондай бір нелер кикілжіңдер болып жатады. Енді қазіргі кезде негізі салыстырмалы түрде алып қарайтын болсақ, бұл тенденциялардың бәрі төмендеп келе жатыр. Төмендеуіне бірнеше себептер болуы мүмкін. Мысалы үшін бірінші себеп, біз алысқа бармайық, 2016 жыл менен 2021 жылдың арасын салыстырып көрейік. Салыстыратын болсақ, мысалы әлемде 1993 жылы құрылған Transparency International деген жаңа халықаралық сыбайлас жемқорлықты зерттейтін индекс бар. Сол индекс жалпы дүние жүзінде 20-ға жуық индекс бар, солардың ішіндегі ең беделді индекс осы индекс болып есептеледі. Енді осы индексті алып қарап отыратын болсақ, Қазақстанды алып 16 менен жаңағы 21-дің арасын саралағанда, біз 2016 жылы дүние жүзінде 200-ге жуық мемлекеттің ішінде 131 орында тұрдық. Сол кездегі біздің сыбайлас жемқорлыққа қарсы рейтингіміз 29 балды берген болатын. Ал енді кейін 2017 жылы 122 орын, 2018 жылы 124 орын, одан кейін 2019 жылы 113 орын, және осы биылғы 2021 жылдың 10 қаңтарында берген жаңағы нәтижені алып қарап отыратын болсақ, біз 2020 жыл 94 орынға шығыппыз. Яғни индексіміз 38%-ға жетіп отыр. Бұл дегеніміз нәрсе? Бұл дегеніміз бізде қазір Қазақстанда сыбайлас жемқорлыққа қарсы қарқынды жұмыс жүргізіліп жатыр. Яғни ол қарқынды жұмыс, мысалы үшін бізде өзі сыбайлас жемқорлыққа қарсы 2 заң қабылданған болатын. Біріншісі жаңағы 1998 жылғы заң, екіншісі 2015 жылғы заң. Бұл екі заңның бір-бірінен қандай өзіндік айырмашылығы бар? Мысалы үшін 98 жылғы заңды алып қарайтын болсақ, бұл жерде мысалы қылмысты ұстайды, қудалайды, жауапкершілікке тартатын болса, ал 2015 жылғы заң бізде көбінесе бұл жаңағы превентивтік шаралар, яғни осы қылмыстарды болдырмау, оның алдын алуға бағытталған көп шаралардың негізін басшылыққа қойды. Соның негізінде мысалы 2019 жылы 3-ші енді бізде жаңағы сыбайлас жемқорлық ұйымы трансформацияға ұшырап антикор ұйымына жаңағы нетті деген сияқты. Сонда қарап отыратын болсақ, қазіргі кезде бізде мына қай саланы алып қарамасақ та осындай үлкен мысалы үшін жетістіктердің бар екендігін анықтап, соны зерттеп, соны зерделеп айтуымызға болады. Жақсы түсінікті. Енді жемқорлықтың алдын алу үшін де түрлі ақпараттық жұмыстар жүргізіледі ғой. Кімдермен бірлесіп жасалады бұл жұмыстар? Бір арнайы белгіленген кестесі бар ма? Айына, жылына, аптасына дегенде. Жалпы негізі өзі сыбайлас жемқорлық қылмысы бұл індет қой. Ал оны жеңу ол міндет. Бұл біріншіден жаңағы бір жиналған 5 адам, 10 адамның ғана шаруасы болмау керек. Бұған мынау менің елім, отаным, осы менің болашағым дейтін әрбір Қазақстанның азаматының жүрегінде бір еліне, отанына, болашағына деген бір сенімі бар адамның, кез келген адамның ой түйсігіндегі, жүрегіндегі белгілі бір түйсікті әрекеті болуы тиіс. Өйткені мысалы үшін жаңағы қазақ айтады ғой, жұмыла көтерген жүк жеңіл дейді. Яғни мысалы үшін індетпен күресу үшін бәрі жаппай күреспейтін болса, ол ешқашанда жойылмайды. Ал егер біз осы сыбайлас жемқорлықты індет деп танитын болсақ, онымен күресу үшін біз не істеуіміз керекпіз? Қандай қадамдарға баруымыз керекпіз? Ең бірінші мәселе бұл жерде
жаңағы біздегі қабылданған заңға сәйкес ең алдыменен бізде жаңағы антикор ұйымының құрамында мысалы сыбайлас жемқорлыққа қарсы жұмыс істейтін үгіт насихат әртүрлі штабтар құрылып жатыр. Әртүрлі мысалы үшін алаңдар қойылып жатыр. Әртүрлі мекемелердің өзінде мысалы үшін жаңағы комплаенс ұйымдары жаңағы қалыптастырылуда. Яғни былайша айтқан кезде мысалы үшін осы жердегі жаңағы қылмыстың алдын алу барысында адамзат баласының барлығына ақпарат берілу мәселесі толыққанды жүзеге асырылуда. Енді мысалы үшін жаңағы үгіт насихат мәселесін алып қарайтын болсақ, бізде мына Қарағанды орталығына сәйкес бізде арнайы жаңағы бекітілген кесте бар. Сосын осы Қарағандының түкпір-түкпірінде қаншама жаңағы ұйымдар бар, қаншама мысалы үшін жаңағы жоғары оқу орындары бар, қаншама басқа да субъектілер бар. Солардың әрқайсысымен жаңағы бекітілген нақты кестеге сәйкес жұмыс жүргізіледі. Яғни бірінші жұмыс бұл жерде үгіт насихат жұмысы. Біріншіден адамдарға осы сыбайлас жемқорлық қылмысының мәні мен мағынасын түсіндіру. Яғни бұл қылмыстың әкелетін қандай алапатының бар екендігін анықтау. Соған байланысты біздің болашағымыз мысалы үшін өзі былай деп айтады ғой, белгілі бір ел заң қабылдап, сол заңды өзі орындамаса түбінде өзі құрып бітеді дейді. Яғни біздің мына 30 жылдық кішкентай ғана тарихымыз бар. Сол тарихымызды ертең 300 жыл, 3000 жылға жеткізу үшін біз ең алдыменен осы саналы өсіп келе жатқан ұрпағымызға дұрыс тәлім тәрбие бере отырып, мысалы үшін олардың тіпті мына жанында, жүрегінде жаңағы сыбайлас жемқорлықтың жоқ екендігін дәріптеуіміз керек. Мысалы, бұған көрнекі мысал ретінде жаңағы Transparency International көрсеткіштерін алып зерттеп отырсақ, бірінші орында коррупциясы ең аз мемлекет Дания. Сосын мысалы үшін жаңағы Швеция, Швейцария деген сияқты мемлекеттер бар. Солардың ішінде Финляндия деген мемлекет бар. Мына Финляндия мемлекетін алып қарап отыратын болсақ, кейінгі 15 жылдың ішінде бұларда сыбайлас жемқорлық қылмыстары өте қатты дәрежеде төмендеп кеткен екен. Сосын жаңағы интервьюменен барып жаңағыларға сауал қойды. Сіздердің мысалы үшін осы қылмысты азайтуларыңызға қандай үлкен шаралар жасадыңыздар, не істедіңіздер дегенде, бұлар айтады, біз ең алдыменен білім саласын өзгерттік дейді. Білім саласының жаңағы жүйесін, мазмұнын өзгерттік дейді. Сонда қалай өзгерттіңіздер деген сұрақ қойған кезде олар айтады, біз ең алдыменен мектеп қабырғасынан бастадық дейді. Мектеп қабырғасында не істедіңіздер дегенде олар айтады, жаңағы эксперимент ретінде бірнеше мектептерді алған, сосын бастауыш сынып оқушыларын, яғни 1-ші сыныптан 4-ші сыныпқа дейінгі балаларға жаңағы сабақтың түрлерін өзгерткен жүйесін, яғни сабақты толығыменен ойын түрінде өткізеді, сосын үй тапсырмасы деген затты алып тастаған. Сонда жаңағы баланың жүрегінде мектепке деген махаббат ашылған. Бала мектепке ойнау үшін барады. Барады да ойнайды, қызықтайды. Ой еркіндігіне келеді. Соның негізінде балада мектепке деген махаббат пайда болады да, баланы таңертең мектепке оятпайсың, ол өзі таңертең уже дайындалып тұрады, мен мектепке кетемін деп. Ол бір жағдай. Одан кейін 5-ші сыныпқа келген кезде жаңа математика мұғалімі сұрақ қойып отыр. Жаңа кісіден сұрайды, сіз математика пәнінен сабақ бересіз, мына балаларға сол сабақтан жаңағы білім берген кезде сіздің басты мақсатыңыз не деп сұраған кезде ол кісі айтады, мен балаларға осы сабақты беру барысындағы менің негізгі ең басты мақсатым дейді, балаларды өмірде бақытты болуды үйретуім керек дейді. Математика мұғалімі жаңағы айтып отырған заты. Егер де біз адамзат баласының жүрегіне махаббат деген затты салатын болсақ, жаңағы өзіміздің отанымызға деген жаңағы сүйіспеншілік деген затты салатын болсақ, онда бізге мысалы үшін мынау Қытайларда бір жақсы айтылатын сөз бар ғой, жаңағы оқушы деген жаңағы ученик не сосуд, которого надо затолкать знаниями дейді. Ученик это факел, которого надо уметь зажечь дейді. Яғни оқушы деген ол жаңағы бір тықпалайтын зат емес. Егер біз оның жаңағы жүрегіндегі шырағын жағалатын болсақ, біз оған оқы деп айтпаймыз, ол өзі оқитын болады дейді. Сондықтан осындай бағыттарда да үлкен мысалы үшін жаңағы шаралардың жүзеге асырылуы меніңше үлкен өзінің жаңағы келеңді жаңағы несін беретін, өз жемісін беретін бұл нақты ақиқат. Жақсы мысал айтып отырсыз. Финляндиядағы ғаламторда бейнематериалды мен де көрген едім осы. Жаңағы математика мұғалімі жалпы оқушылардан арнайы сұхбат құрап, ойын біледі. Бұл енді әлемдік тәжірибедегі жүйе ғой. Жалпы білім ордасы ол тек қана білім беретін емес, сонымен қатар тәрбие, орта, мәдениет қалыптастыратын негізгі баланың бір ортасы болу керек. Жақсы, әкім мырза, өзіңіз де әңгімеге араласып отырсаңыз, жалпы пара беруші мен алушы жайлы айтқан кезде көп жағдайда пара алған адам көп айтылады, алға қарай шығып кетеді. Бұл жерде екі тараптың да осы сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар екені белгілі ғой. Әлбетте. Қалай жазаланады пара беруші мен алушы? Енді мына жерде көбінесе азаматтар, қарапайым азаматтар жалпы осы көбіне жалпылама тілде айтқанда параны алған адамды ғана
көріп жатады. Иә. Яғни шенеунік болсын, мемлекеттік қызмет болсын, лауазым теңестірілген тұлға болсын, параны алған адам, параны алған қызметкер, тұлға деген сияқты көп нәрседе, жалпы айыптау фактілерінде де, жалпы хабарламаларда да, тіпті бақ беттерінде, әлеуметтік желілерде алған азамат, алған тұлға көбінесе айтқанда әшкереленіп, жарияланып жатады. Бірақ та дегенмен оның екінші тарапы бар, екінші жағы да бар, ол беруші тұлға деген сияқты. Осы орайда тағы да сыбайлас жемқорлық мәселесін алдын алуға келгенде ең үлкен құрал ретінде ол заңнама болып саналады. Заңнаманың күшейтілуі. Яғни заңнама неғұрлым күшейтілген сайын қылмыспен кез келген жауапкершіліктің артуы немесе қылмыстың төмендеуіне алып келіп соғады. Осы орайда осы биылғы сәуір айынан бастап мысалға әкімшілік құқық бұзушылық кодекске де енгізілген өте көп өзгерістер. Енді былайша айтқанда өздеріңізде таныс оқып шықсаңыздар болады. 676 мысалға бапқа сәйкес былайша айтқанда беруші тарапқа мысалы әкімшілік құқық бұзушылық кодексінде жалпы берген тұлға бұл жерде сіз айтып кеткеніңіз айыпты болып саналады, міндетті түрде 200 айлық есептік көрсеткіштен алған, яғни алушы кім дегенде бұл мемлекеттік қызметкер, мемлекеттік тұлға, лауазым теңестірілген адам 600 айлық есептік көрсеткіште айыппұл тағылады. Енді көріп отырсаңыздар, бергенде жауапты, алғанда жауапты. Осы орайда өзгертілген заңнамаларға сәйкес мемлекеттік қызметкерлерге кез келген сумма мөлшерінде, кез келген айлық есептік көрсеткіштерде заттай немесе құндылығы бар сыйлықтар алу мүлдем тыйым салынады. Осы орайда құрметті көрермендер тағы да бір мәрте ескерткен жөн болар. Мемлекеттік қызметте немесе басқа да қызмет алу барысында мемлекеттік қызметкерлерді ондай бір қылмыстарға, ондай дүниелерге итермелеулеріңізді сұраймын. Айтқанда. Жақсы, мемлекеттік қызметке қатысты айтып отырсыз, соңғы жылдары мемлекеттік қызметке орналасу тәртібі де біршама өзгерді. Арнайы тест, арнайы бақылау арқылы қабылданып жатыр. Осы жүйе, осы бастама оң нәтиже берді деп айта аламыз ба? Енді бұл жерде мысалы үшін ең бірінші мәселе негізі мынау сыбайлас жемқорлық қылмысының жүзеге асуында ең үлкен фактор, ең үлкен мысалы үшін көрсеткіш бұл адами фактор болып есептеледі. Бізде мысалы үшін Қазақстанды алып қарайтын болсақ, жаңағы мынау Арнольд Хайденхаймер деген Америка құрама штатының бір ғалымы бар. Сол кісі айтады, мысалы үшін дүние жүзінде коррупциялық қылмыстарды біз 3 топқа бөле аламыз дейді. Біріншісі жаңағы азиаттық коррупция дейді, екіншісі жаңағы афроамерикандық коррупция дейді, және үшіншісі латиноамерикандық коррупция дейді. Осының ішінде бізге мысалы етене жақыны бұл азиаттық коррупция. Азиаттық коррупция дегеніміз мысалы үшін екі зат. Біріншісі сыйластық, екіншісі сыбайластық деген екі сөз бар. Бізде қазақ халқында мысалы үшін сыйластық деген зат бар. Ұят болады дейміз. Мысалы элементарный бір жақтан комиссия келе жатыр десе, бізде жаны қалмай бәрі дайындалады. Біріншісіне аяғын құрмаса шай берейік, жататын жерін дайындайық, үйтейік деген сияқты затты айтады. Және оны біздің халық негізі коррупция деп түсінбейді. Жолымнан жығылмайын деген түсінік қой бір жағынан. Былай алып қараған кезде мысалы үшін біздің халықтың менталитетінде сондай заттар бар. Но бірақ шын мәнінде алып қарап отыратын болсақ, бізде мынау 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап бізде не істеді? Толық түрде заңға үлкен жаңағы өзгерістер енгізді. Соның негізінде мысалы үшін азаматтық кодекстің 506-516 баптарының ішіндегі ең үлкен кірген өзгеріс бұл жаңағы мысалы үшін мемлекеттік қызметкерге бұрында 10 айлық есептік көрсеткішке дейін сыйлық беру деген сияқты мәселе болатын. Мысалы туған күні болса гүл береді, тағы бірдеме деген сияқты. Ал енді 2020 жылдың 1 жаңағы қаңтарынан бастап бұның бәрін алып тастады. Қазіргі кезде мысалы үшін мынандай бір қаламсап сыйлайтын болсаңыз, мемлекеттік қызметте отырып сыйға алатын болсаңыз, бітті жауапкершілікке тартыласыз. Яғни сол арқылы біз жаңағы айтылып отырған сыйластық пен сыбайластықтың арасын ара-жігін шатастыра алмауымыз керек. Ол бір жағдай. Екінші бір үлкен бұл жердегі жаңағы айтылатын мәселелердің ішінде көңілге тиек ететін мәселе, мысалы үшін жаңағы жауапкершілік мәселесі. Алған адамда, берген адамда дейді. Негізі бұл сыбайлас жемқорлық қылмысын қазір бізде статистикада көрсетеді, мысалы азайып келе жатыр, битіп келе жатыр деп біз бәріміз айтамыз, иә? Шын мәнінде енді шынында да көрсеткіш бәрі дұрыс, азайып келе жатыр. Но бірақ екінші құлақты мына халықтың айтып жатқан сөзіне салатын болсаң, халық бәрі сенбейді. Қой, бәрі бұзсыз, бәрі баяғы жартас, бір жартас деген затты айтады. Себеп не нәрседе? Сыбайлас жемқорлық қылмыстары негізі латенттік қылмыстарға жатады. Латенттік деген бұл жасырын деген сөз. Яғни жасырын кім жасырын? Параны беріп тұрған адамда, параны алып тұрған адамда екеуі де мүдделі. Екеуінің ешқайсысы барып айтып қоймайды. Мен алып жатырмын, мен беріп жатырмын деп. Сөйтіп жаңағы жерде қылмыс орын ала беруі мүмкін.
Сондықтан мысалы үшін бұл қылмыстарды жаңағы айтып отырмын ғой, мысалы көптеген жаңа трансформацияға ұшырау мәселесі бойынша алып негіздеп қарастыру керек. Мынау Ресейде бір несінде ақпарат құралдарында мен бір мынандай мақала оқыдым. Жаңағы мақалада мынандай бір мәселені мысал ретінде келтіреді. Бір үлкен жаңағы тендер деген зат өткізіледі. Жаңағы тендерға ірі кәсіпкерлер келіп жатыр. Тендерлік комиссияның төрағасына бәрі жолығып, жаңағы тендерді ұтпақшы. Енді әркім әртүрлі ұсыныс жасайды. Біреу ақша ұсынады, біреу тағы бірдеме ұсынады. Сөйтіп жаңағы бір жігіт кіреді дағы, жаңағы айтады, я сделал предложение, от которого невозможно отказаться дейді. Жаңағы кісіге келеді, айтады, сіз міне жасыңыз уже 60-тан асты, скоро зейнетке шығасыз дейді. Қарап отырмын, бір жылдан кейін зейнетке шығады екенсіз. Мен сізге мынандай ұсыныс жасағым келеді дейді. Жаңағы 9 айдан кейін зейнетке шығасыз дейді. Шыққаннан кейін мен сізді өзімнің фирмама жұмысқа аламын дейді. Жақсы қызмет беремін дейді. Кабинет беремін дейді. Істесеңіз істейсіз, істемесеңіз істемейсіз. Ай сайын мен сізге жаңағы $30,000 жалақы төлеп отырайын дейді. Өле-өлгенше дейді. Бірақ мына тендерді маған алып беріңіз дейді. Шын мәнінде жаңағы адам анаған тендерді алып береді. Ұстай алмайсың. Қалай істейсің? Ешкімге ештеңе беріп отқан жоқ. Ешкімнен ештеңе алып отқан жоқ. Кейін пенсияға шығады. Одан кейін жарты жылдан кейін жаңағы қол астында жұмысқа тұрады. Ай сайын жаңағындай қомақты қаражат алып отырады. Яғни алып қараған кезде мысалы үшін бұл сыбайлас жемқорлық қылмысының құйтырқылығы соншалықты адам мысалы үшін жасаған заңды өзінің қолымен бұзу мүмкіндіктерінде жүзеге асырады. Сондықтан бұл жердегі заңның пәрмендігі, дәрмендігінде емес мәселе. Ең бірінші мәселе адамның санасына байланысты. Соған қатысты біз егер де мысалы үшін халықты, қоғамды жаңағы рухани тұрғыда дұрыс тәрбиелесек, жақсы білім берсек, қазіргі кезде өзі білімнің екі үлкен саласын алып қарастырады. Біріншісі IQ дейді, интеллектуалдық білім, адамның миына жиналатын. Екіншісі AQ дейді, адамның жүрегіне жиналатын жаңа көкірек білімі дейді қазақта. Сондықтан мына екеуі адамзат баласының бойында тең болуы тиіс. Егер де біз мысалы үшін тек қана адамды оқы деп мынау заттың бәрін басқатыға беретін болсақ, бізде мысалы үшін ұсталынып жатқан коррупционерлерде білімі жоқ деп айта алмаймыз ғой. Қос дипломнан бар. Бірақ сөйтсе де олар қылмыс жасап жатыр. Себеп неде? Себеп олардың көкірек білімі жоқ. AQ-ы жабық. Ал енді екінші бір мәселе, клиент бір ғана себеп деп айтасыз, жоқ, тағы да бірнеше фактор келтіруге болады. Жоқ, бірнеше факторлар келтіруге болады. Ең басты себебі осы дейсіз ғой? Жоқ, ең басты себебі бұл жерде мысалы үшін қандай да себептер болуы мүмкін. Бірінші, мысалы үшін салыстырмалы түрде алып қарап көрейікші, Қытайды алып қарайық, иә? Transparency International'дың осы 2020 жылғы берген ақпаратын алып қарайтын болсақ, Қытай осы былтырғы жылы жаңағы 200-ге жуық мемлекеттің ішінде 41-ші орында тұр. Халқының саны 1,5 миллиард. Ал енді Қазақстанды алып қараңыз, халқының саны 19 миллионнан асты, 94-ші орында тұр. Екеуі жер мен көктей. Енді Қытайда мысалы үшін алып қарайтын болсаңыздар, жаңағы жасалынатын үгіт насихат мәселелері қалай жүзеге асырылады. Қытайда мысалы үшін жаза өте қатал. Сыбайлас жемқорлықпен ұсталмасың ба, өлім жазасына кесілесің. Соңғы 10 жылдың ішінде 10 мыңға жуық жаңағы шенеулік өлім жазасына кесілген. Ол жай өлім жазасына кесілмейді. Кесілердің алдында бүкіл жинаған мүлкінің барлығын тартып алады. Өлім жазасына кеседі, одан кейін ол бараттағы жұмыс істейді. Өзін ататын адамның еңбек ақысына және өзіне жұмсалатын оқытың ақшасына жұмыс істейді. Кейін оны атқаннан кейін оны жаңағы осында камераларға түсіріп бүкіл ақпарат құралдарына салып көрсетеді. Кейін ол жерге құлап өлген соң жаңағының денесіндегі бауыры, бүйрегі, жүрегін трансплантацияға алып алады. Кейін жаңағы мүрдесін алады дағы отқа жағып жүреді. Олардың санасына сондай затты кіргізеді, что парақор адам бұл адам емес, бұның тіпті қабірде болмау керек деген сияқты. Содан сондай үрейдің негізінде уже соңғы көрсеткіштер бойынша Қытай міне 41-ші орында тұр. Тура сол орында мысалы үшін сол қатарларда Үндістан тұр. Халқының саны миллиардтан асады. Себеп не нәрседе? Себеп бір жағынан қаталдықта. Екінші жағынан мысалы үшін енді түсінік беру мәселесі менен жаңағы әділдік мәселесіне де үлкен сондай бір бағыт бағдар беруінде де өзіндік идеология қалыптасқан мемлекет идеология, мемлекетке деген, мемлекет мүлкіне деген, жалпы ұлттық мүдде деген дүниені жоғары қояды. Сондай мәселелер Қытайда айтып отырсыз, мәселен оларда полицейлері қалталарына ақша салып жүрмейді екен. Оларға жаңағы талон беріледі, белгілі бір жерден тамақтану режимі, егер қалтасында ақша табылып жатса, артық ақша, яғни ол жазаланады. Артында жауапкершілік орын алады. Немесе мысалы үшін мынау жаза мәселесінің өзіне алып қарайтын болсақ, бізде 2015 жылы жаңа сыбайлас жемқорлық туралы заң қабылданды. Соның негізінде бізде мысалы үшін қазір кейінгі кездері гуманизациялау мәселесі үлкен орынға кетіп жатыр. Яғни гуманизациялау мәселесін алып қараған кезде бізде мысалы үшін қандай проблемалар бар. Енді 1997 жылғы статистиканы алып қараған кезде Қазақстан сотталған адамдардың саны бойынша дейді, мен бір неден оқығам, біз Қазақстан 10 үздік мемлекеттің қатарына кіреді екенбіз.
То есть халқымыздың саны ол кезде 16 миллион, соған қарамастан біз жаңағы ең керемет 10 мемлекеттің ішінде тұрмыз. Сотталған адамдардың көп жағынан. Яғни біз бұдан ойлана келіп не істейміз? Біз айтамыз, уже елдің бәрін соттай беруге болмайды. То есть адамды қылмысқа апармайтын жолдарды жасауымыз керекпіз. Яғни жаңағы насихат болсын, үгіт болсын, жаңағы түсіндіру деген сияқты. Даже қылмыс жасаса да оларды жаңағы соттау емес, айып салу немесе жаңағындай басқа бір жазалардың түрлерін қолдану санын орын алып отыр. Мынау Барымбек Бейсенов атындағы Қарағанды жоғарғы жаңағы полиция мектебінің 2009 жылы жаңағы қылмыстық құқық кафедрасының меңгерушісі болған. Сол кездері Исидор Баршашвилидің «Коррупция в Казахстане» деген бір кітабы бар. Сол кітаптың ішінде мысалы үшін айтады, бізде Қазақстанда рецидив бойынша сотталған адамдардың саны 35%-ді береді дейді. Яғни ол деген өте үлкен көрсеткішті көрсетіп отыр. Сондықтан біз мысалы үшін жаңағы осы мәселелерге апармайтын жолдарға өте көп көңіл бөлуіміз керекпіз. Жаңағы Әл-Фарабидің өзі айтады ғой, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Яғни біз жаңағы білім беру барысында адамзат баласына жаңағы адамның рухани біліміне, материалдық біліміне тең деңгейде ақпарат бере отырып, қоғамның санасын оятуымыз керекпіз. Тәлім-тәрбиені ұмытпау керек. Тәлім-тәрбиені ұмытпауымыз керек. Рахмет. Бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Айтар дүние әлі де көп еді. Дегенмен бастаған істеріңіз берекелі болсын. Әмин. Амандықта жүздесейік. Рахмет. Ардақтағайын, осымен бізге берілген уақыт өз мәресіне келіп жетті. Келесі кездескенше күн жақсы болсын.